Саламатсыздар ма әріптестер? Кеше бірінші күннен бастап, яғни 9 ақпаннан бастап, барлықтарыңызда e-архив ключ таңдасаңыздар, осындай қате болып шығатын болды. Яғни осылай сіздің компьютеріңіз деп таңдап, ключтеріңізді таңдайсыздар, парольдеріңізді жазасыздар. Осылай біраз уақыт тұрады. Осындай байланыс қателігі деп қате шығады. Енді бұны қалай дұрыстаймыз? Мой компьютерге кіресіздер, локальный диск С дегенге кіресіздер, одан кейін Windows дегенге кіресіздер. Ең төмен жағында System 32 дегенге кіресіздер. Содан кейін Drivers деген папканы таңдайсыздар. Одан кейін ETK деген папканы таңдайсыздар. Осы жерде host деген файлды өзгертулеріңіз керек. Бұны бірден осы жерде открыть с помощью деп кейбір компьютерлерді өзгертуге болады. Блокнот арқылы ашып, кейбір компьютерлер көшіріп алып, рабочий столдарыңызға қоясыздар. Осыдан кейін осы рабочий столда открыть с помощью деп блокнот арқылы ашасыздар. Блокнот арқылы ашқаннан кейін сіздерде осындай e-архивке қатысты екі IP адрес тұрады. Мына e-archiv.gov.kz деген әр облыстікі әртүрлі, бұған тиіспейсіздер. Сіздер тек қана мына жердегі IP адресті өзгертесіздер. 10.61.200.57-нің орнына сіздер 10.61, мына жерде 200-дің орнына 42 және 57-нің орнына 29 деген жазасыздар. Одан кейін файл сохранить дейсіз. Сосын жауып тастайсыздар да, дәл осыны көшіріп алып, копировать етіп алып, қайтадан бағанағы ашқан System, Windows, System 32, Drivers, ETK деген жерге заменить етесіздер сосын. Содан кейін барлығын жауып тастап, компьютеріңізді толықтай перезагрузка жасайсыздар. Мінекей біз перезагрузка жасадық, енді қайтадан қосылдық. Логин паролімізді теріп көреміз. Келесіні бастық. Сіздің компьютеріңізді таңдадық. Ключ таңдаймыз. Мінекей сертификат тексеру сәтті аяқталды. Осылайынан шықпай тұрған бағана. Енді шықты. Ұйым әкімшісі ретінде кіріп көреміз. Мінекей кіріп тұр барлық. Бұл жердегі қателік сол IP адрестің өзгеріп кетуіне байланысты.